Ішкі істер министрлігі заң мен тәртіп қағидаты бойынша жұмысын жалғастыруда. Ел аумағында дәрмек республикалық жедел алдын алу іс-шарасы өткізілді. Прекурсорлар медициналық препараттарды қолданатын 900-ден астам ұйым, оның ішінде 350 дәріхана, 85 қойма, 103 емдеу профилактикалық мекемесі және 362 кәсіпорын тексерілді. Сақтау, өткізу және тасымалдау шарттарын бұзғаны үшін 244 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 116 медициналық қызметкері бар. Есірткі құралдарымен жұмыс істеу саласында 8 қылмыстық іс қозғалды. 35 мың тонна прекурсор, 20 мың таблетка және құрамында психоактивті заттар бар 24 мың ампула айналымына шектеу қойылды. Мысалы, Жамбыл облысында ұйымдардың бірі прекурсорларды сақтау ережелерін бұзған. 34 мың тоннадан астам күкірт қышқылы тәркіленді. Әкімшілік материал жиналды. Ұйым қызметі тоқтатылды. Ақтөбе облысында медициналық ұйымды тексеру кезінде есірткі құралдарын сақтау және есепке алу ережелерін бұзылуы анықталды. Фармацевтке қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ішкі істер министрлігі есірткі мен прекурсорлардың заңды айналымы саласында белгіленген талаптарды бұзғаны үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік көзделгенін ескертеді.